Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында хош иісті, осындай қанық түсті дәмді карамель дайындаймыз. Ең алдымен қантты осындай сотейник табасы қалың, асты қалың табаққа салып, кастрюль болсын, өзі ерігенше араластырмаймыз, баяу отта. Мінекей қарап тұрсаңыздар, шетінен еріп келе жатыр. Тағы біршама ерігеннен кейін араластырып бастасаңыздар болады, немесе до конца ерігенше күтсеңіздер болады. Мен араластыра бастадым осылай. Толығымен еріді дегенде үстіне сары май салдым. Сары май салғаннан кейін тағы да араластырасыздар. Кішкене ғана тұз салдым. Шым-шым тұз саласыздар. Араластырамыз. Соңына дейін сары май ерігенше. Ең соңында ыстық сливки құясыздар. Мінекей, дайын.